Алкендер дегеніміз бұл құрамда қос байланысы бар көмірсутектер болып келеді. Жалпы формуласы CnH2n. Егер алкандарды еске түсетін болсақ, алкандардың жалпы формуласы біздерде CnH2n плюс 2 еді. Енді осы плюс 2 деген сан біздерде алкен мен алканның арасындағы айырмашылықты тудырады. Неге? Егер алканның құрамын жазып көретін болсақ, құрылысымен жазып көретін болсақ, мында көміртектердің арасында тек қана жай байланыстар, бұлар сигма байланыс деп аталады. Енді тек қана жай байланыста болғандықтан олардың әр көміртегінде сутектің ең керекті саны тұратын болады. То есть, оларда барлық байланыстар көбінесе, қараңыз, мындағы көміртекте тек қана басқа бір көміртекпен бәрі байланыс тұр. Мындағы көміртекте екі байланыс тұр. Сондықтан қалған 2 байланыс және 3 байланыс біздерде сутекпен толтырылған. Ал алкендерде біздерде бір проблема бар. Оларда екі көміртектің арасында біздерде қос байланыс пайда болады. Қос байланыс 2 байланысты алып тұратын болады өз-өзімен. Соның кесірінен мына көміртекте бір сутек болады, мына көміртекте 2 сутек болады. Соның кесірінен біздерде алкендерде 2 сутектің жетіспеушілігі пайда болады. Сондықтан да алкендерді бізде қанықпаған көмірсутектер деп те атаймыз кейбір кезде. Өйткені олар сутекпен қанықпаған до конца. Енді алкендердің аталуы бойынша. Алкендер, в принципе, тот же самый, бұрынғы списокты қолдана беретін боламыз, бұл мет, эт, прop, бут деген сөздерді. Енді қараңыз. Осы жалпы формуланы қолданып, бір алкеннің формуласын жазып көрейік. Мысалға C3H6. Мында бұл біріншіден көміртек үшеу. Түбі сөз prop деп қолданылады. Prop. Ал жұрнағы өзіңіз тауып көріңіз. Бұл пропен болады. Пропен. Өйткені бұл алкен, именно жұрнақ ен болу тиіс. Немесе бұнда біздерде алкендерді елен деп те айтаған. Елен. Елен деген кезде бұл, қараңыз. Мысалға мен 2-ні алайын. C2H4 болады. Оның атауы этен немесе этилен болады. Енді қараңыз, мұнда да пропен ол пропилен болып кетеді. Енді біз айтып кетейін деп отырмын. Алкендердің списогі 2-ден басталатын болады. Бір көміртекті алкен мүмкін емес, өйткені біздерде қос байланыс басқа бір көміртекпен болуы тиіс. Ал бір көміртекте біздерде басқа бір көміртек жоқ одан басқа. То есть, мен бұлай қою керекпін да, ал бір көміртектен сонда мен алкен жасай алмаймын. Егер сутекпен жасап көретін болсам, бұл тотальный қате, то есть мүмкін емес зат бұл. Өйткені сутекте бір валенттілік, то есть ол бір байланыс түзе алады. Ал 2 байланыс бұл өте үлкен қате болып саналады. Енді, қарай. Мен тағы бір зат айтып кетейін дегем. Қараңыз. Біздерде көміртек пен көміртектің арасындағы жай байланыс бұл сигма байланыс деп аталады. Ал егер көміртекте біздерде тағы екінші байланыс болатын болса, яғни қос байланыс, бізде оны пи байланыс деп атаймыз. Сигма байланыс бұлай жазылады. Мында қос байланыста бір сигма, и екіншісі бұл пи байланыс деп аталатын болады. Сигма және пи байланыстардың гибридтенуі, олардың қалай бірімен әрекеттесуін біздерде негізі ол қатты маңызды зат емес, бірақ та ол туралы бізде осыны ғана білу керекпіз. Жай байланыстар бұл сигма байланыс деп аталады, олардың екінші атауы. Ал қос байланыстар біздерде сигма және пи байланысын өзінде ұстайтын болады. Тағы да бір айтылатын зат, алкендердің гибридизациясы бұл sp2. Алкандарда бұл зат біздерде sp3 еді. Кейін бізде алкиндерді өткен кезде бұл sp1 болады. Өйткені қараңыз, алкандарда біздерде бір байланыс еді. Алкендерде 2 байланыс, қос байланыс. Алкинде бізде 3 байланыс. Көп тұрғаныздарда біздерде просто sp негізі 4 етті, и минус байланыстардың саны деп айтамыз. Байланыс саны. Бұл негізі лайфхак болып келеді, мына зат именно. То есть
органикалық қосылыстардың гибридтелінуін табу үшін бізде просто sp4-тен минус оның баланс санын алып тастаймыз. Болды. Сонда алкандада бұл минус 1, sp3 болады сонда. Ал кендерде минус 2, яғни sp2 болады. Ал кейін минус 3, сонда sp1 болып кетеді. Так, бұдан басқа негізі sp туралы көп зат білу керек емес, ол просто осындай сұрақ қойылатын болады. sp3 байланысы бар затты табыңыз деген сияқты сұрақ болады. Сіз сол кезде оны алкан екенін көрсету керексіз. Болды. Енді әрі қарай алкендердің номенклатурасы. Егер естеріңізде болса, мен алдыңғы сабақта былай айтып едім, кез келген органикалық кластың өзіндік номенклатурасы болады, яғни өзіндік атау жүйесі. Бірақ та барлық жерде мынандай список қайталанып тұра беретін болады. Бұл именно көміртектің саны бойынша олардың атау түбірлері. Енді қараңыз. Біздерде алкендерде 1 деген көміртек мүмкін емес, оны есімізде. Яғни біздер 2-ден бастаймыз. C2H4 болады, сонда бұл бізде этен немесе этилен. Оның ашық жазылуы біздерде қос байланысы бар, 2 көміртек, и сутек саны мында 2, мында 2 еді. Бұл то же самое алкен, бұл этен немесе этилен атауы. Тағы да, мысалға үлкенірек көмірсутекті алайық. Мысалға CH, так, мында 3 болады, CH1, мында CH2. Енді көміртек саны 3 болғандықтан бұл проб деген түбір саны қолданылады. Пропен болады. Бірақ та бір айтыла кететін жайт. Пропен. Енді қараңыз, бізде қос байланысының белгілі бір орны бар, Бұл жағдайда бізде санау жүйесі оң жақтан басталады, 1, 2, 3. Сонда бұл пропен 1 деп аталады. Өйткені қос байланыс бірінші орында тұр. Енді мына 1 деген сан, то есть нені білдіреді? Бұл қос байланыстың орналасқан жері. Мұндағы ең қай жерде тұр деген сияқты. Қай адресте тұр, қай позицияда тұр. Енді үлкенірек көміртектерді алсақ, көмірсутектерді H3, H1, H1, H2, H3 деп алайық. Енді бұл жерде санау жүйесі қай жақтан басталады? Сол жақтан или оң жақтан? Бұл жақта сол жақтан басталады. 2, 3, 4, 5 деген сияқты. Біздерде сонда бұл 5 көміртек, бұл түбір сөз пент деген қолданылады. И аяқталуы жұрнағы пентен болады. Ал именно қай жерде тұр қос байланыс? Екінші орында. Біздерде негізі көбінесе оқушылар қателесетін жағдайы бұл пентен 2, 3 деу. Өйткені, қос байланыс екінші мен үшінші позицияда бөлініпті ғой, екеуінің арасында тұр. Сонда мен екеуін де көрсетім келеді дейді көбісі. Бірақ та бұл қате болып саналады. Бұл жерде қос байланыс қай номерден басталды, сол маңыздырақ. Яғни ол екінші номерден басталып үшінші номер арасында тұр ғой. Сонда мен екінші номерді ғана көрсетем, болды. Басқа зат көрсетуім керек емес маған. Мен тиісті емеспін оны көрсетуге. Енді тағы да осы жерге мен қазір битсем шал. Бұдан басқа, например, мен орынбасар салып қойсам ша осы жерге. Так, орынбасар дегеніміз, егер естеріңізде болса, бұл сутектің орнын басып алып, өзі тұрып алатын радикал немесе, просто галоген, нитротоп, немесе сульфотоп. Нитротопты қосып көрейін, NO2. Енді қосылысты қалай атауымызға болады? Біріншіден, санау жүйесіне келсек. Санауды бізде қос байланысқа жақынырақ жақтан бастаймыз. Орынбасар туралы бізде ойламаймыз даже. Өйткені орынбасар байланыстың қасында ол вообще, то есть ол маңызды емес оның қасында. Сол үшін біздерде то есть маңыздырақ заттарға мән беру керекпіз. Бұл именно қос байланыс. Қос байланыс сол жақтан жақынырақ. Сондықтан осы санау жүйесін сақтаймыз. Біріншіден, орынбасардың атауын қай жерде тұрғанын көрсетеміз, орнын. Потом атауын көрсетеміз, нитро. Кейін тізбек, басқа егер орынбасар болмаса, тізбектің атауын жазамыз. Пент. Пентен болады, қос байланыстың кесімінен. И 2 деген адресін көрсетеміз. Енді басқаша, то есть егер біздерде көбірек болатын болса шал.
Мысалға менде мынандай болса жағдай. Мында бром тұсын, мында да бром тұсын. Кішкене қиындату үшін. Енді санау жүйесі қайдан басталады? Әрине сол жақтан. Өйткені сол жақтан біздерге қос байланысқа жақынырақ жүру. 3, 4, 5. Атау. Біріншіден менде, так, мында 10 босатып алайын кішкене. Так, біріншіден менде мында не көрініп тұр? Бірінші 10 басап қайсысын көрсету керекпін? Давайте бромнан бастайық, өйткені бром ең жақында тұр, 3-те тұр. 3. Тағы бром басқа бар ма? Я бар, 4-те. Енді мында приставка деген зат бар, я? Ди деген сөз. Өйткені бром 2 ғой. Ди бром. Басқа бромда жоқ. Енді 4-ші орында нитротрop тұр. И басқа болмаса жоқ. Енді мен тізбектің атауын жазам. Пент. Пентен 2 болсын. Ну, 2 болады. Сонымен, мынандай номенклатура түсінікті шығар, е? Алкендердің. Тағы мен бізат қосқым кеп тұр, бұдан басқа. Номенклатураның ішіне. В принципе, бұл алкендерге ғана байланысты емес, бұл вообще общий химия, ну, органикалық химияға байланысты болады, қазір айтып отырған затым. Біздерде оңбасар ретінде кейбір кезде радикалдар қосылуы мүмкін. Радикалдардың, мен қазір айтып отырғаным, не только хлор, бром, нитротрop деген сияқты. Бұдан басқа менде, мысалға, С деп алайын, е? Менде мынандай тізбектің ішінде оңбасар ретінде хлор болуы мүмкін, е? Бром болуы мүмкін, нитротрop болуы мүмкін, е? И мен оларды осылай типа жауап тастайтын едім содан кейін сутектермен. H2, H3 деп, е? Бірақ егер менде оңбасар ретінде осы галогенде мен нитроtroптан басқа тағы CH3 деген болуы мүмкін. Сонда енді қараңыз. Бұл зат негізі былай жасауымызға тура келеді. Бірінші, ұзын тізбекті анықтау керекпіз. Ұзын тізбек менде типа былай жүре алады, е? Осы менде көмір сутектердің ұзын тізбегі. Осы тізбектің сыртынан шығып тұрған заттардың бәрі менде оңбасар болып келеді, е? Енді қараңыз. Галогенде оңбасар екен түсінікті, бірақ CH3 не үшін ол оңбасар болып кетті, типа не үшін ол вообще ондай позицияға түсіп қалды деген сияқты, не? Иә, ондай затта болып тұрады негізіне. Мысалға, метан CH4, е? Бұл алкандардың бірі еді. Оның бір сутегі жоғалып кететін болса, біздерде CH3 пайда болады, е? И ол өз-өзімен типа қалқып жүреді, пока мынандай бір қосылыс таппағанша, соның қасына тұрып алмағанша. Ондай заттарды біздерде радикалды бөлшек деп атайды. Радикалды бөлшектердің бір жаманы, олар, ну, то есть өз-өзімен өмір сүре алмайды, олар бірмен қосылу керек. Өйткені мына CH3-тің проблемасы, ода 3 байланыс нығыздалып тұрды, 4-ші байланыс кімге баруын білмейді, типа, и сол байланысты бірмен жасағысы келеді, ну, бірмен байланысқысы келеді. Сонымен, осы радикал біздің мына молекуламызды тапты делік, е? Бұндай кезде осы молекуланы енді түзілді. Осы молекула бар бізде. Осыны қалай атаймыз? Біріншіден, CH3 бұл бұрынғы метан. CH4 еді. Сондықтан бізде бүйтіп алу керекпіз. Ну, бір көміртекті бар, көмірсутекті бізде мет деп атаймыз, е? Ал егер ода H3 болса, яғни, ну, то есть сутектің жетіспеушілігі болса, бізде оны метил деп атаймыз. Тура сол история біздерде C2 H6 бұл C2 H5, е? Бұл этил. Так, мен бәрін бір жерге жазып шығайыншы. Ыңғайлы болу үшін. Так. Біздерге қазір орын керек мұнда. CH3 бұл метил. C2 H5 бұл этил. C3 H7 бұл пропил. Енді қараңыз. Кейбір оқушылар мынандай жерде қателесіп кетеді. Неге типа мына CH3
тізбектің, то есть типа жалғасы, ал мына CH3 уже тізбек емес, ол оңбасар. Өйткені бізде бүйтуімізге болады. Тізбек ретінде өзіміз таңдаймыз негізі қалай жүретінін бәрін. Қай тізбек біздерде ұзын жүретін болады, сол тізбекті таңдау керекпіз. Кейбір кезде мынандай зат болуы мүмкін. Мынандай құбылыстарды көре аласыз. Органикалық химияда көп зат көресіз әлі сіз. Бірақ та мына жер өте қызық болып келеді біз үшін. Мысалға менде мынандай зат болсын. CH3, CH2, CH, CH3, CH2, 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 CH3 болсын. Енді ұзын тізбек қалай жүреді? Тура или қисық? Мында ұзын тізбек былай келеді, и типа ары кетіп қалмайды, бірақ төмен түсіп кеткен жақсы. Өйткені 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына тізбекте бізде 7 көміртек бар. Ал түзу жүретін тізбекте 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ақ тізбек түзу жүретінде. Сонда қайсы ең ұзын? Әрине былай жүретін Г, Г сияқты әріп шықты бізде мында жатқан. Енді сонда осы бізде негізгі тізбек болады да, ал мына CH3 тізбектің сыртына шығып кетті. Осылай біздер ең ұзын тізбекті табатын боламыз. И кім оңбаса, кім радикал екенін анықтайтын боламыз тура осылай. Қазір момент түсінікті болды деп ойлаймын. Енді атау осындай заттарды. Осындай заттарды қалай атаймыз? Бізде мен мында кәдімгідей қиын затты жазып қойдым негізі. Сонымен, давайте санау жүйесін метилге жақындап қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда екінші орында кім тұр? Метил тұр. Метил. Үшінші орында менде хлор тұр. 3 хлор. 4-те бром тұр. 5-те нитротоп тұр. Ал басқа болмаса жоқ, енді тізбектің атауын қоям. 6 көміртек 6 болатын болса, бұл гекс деген түбір сөз. И бұл жерде ешқандай қос байланыс жоқ, тек қана жай байланысты, сондықтан бұл гексан болады. Енді астындағы зат. Менде санау жүйесі мына астынан бастау болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Үшінші орында менде метил тұр. 3 метил. Басқа болмаса жоқ. Тізбек 7 көміртектен тұрады, сонда гепт деген түбір сөз гептан болады. Текст, момент түсінікті болды деп ойлаймын. Осы именно метил, этил, пропил бойынша. Тағы бұл алкандардың номенклатурасы болғандықтан кішкене мен бүгін алкендерді өтіп отырмын. Сонда мен алкендерге байланысты бір мысал келтіріп шығамын, и уже химиялық байланыста мен химиялық қасиеттерге кететін боламыз ары қарай. Текст, назад уже керек емес бізге. Сонымен ары қарай қозғалсақ, көміртек, қос байланыс көміртек. Текст, енді мында мысалға CH3 тұр делік. Мында мысалға менде хлор тұр. Енді H3, бір сүтек, H2. Енді біріншіден санау жүйесін тауып алайық. Санау жүйесі қос байланысқа жақынырақ жүру керек, әрдайым сондай. Енді 1, 2, 3, 4, 5. Үшінші орында метил тұр. Төртінші орында хлор тұр. Так, стоп. Орынды көрсетпей қойдым, что-то. 4 хлор. И көміртек саны тізбекте 5, сондықтан бұл пента, пентен, 1. Осылай. Келесі. Химиялық қасиеттер. Біріншіден, алкендерде біздерде қос байланыс, қос байланыстың кесімінен біздерде алкендерде қанықпау деген зат пайда болды, Оларда сутек пен қанықпаушылық бар. Осы қанықпаушылықты көрсетіп шығайын бірінші. Так, CH2, CH3, Енді көп тұрғаныздардай біздерде формула C3H6,
Осында мында екі сутек жетіспеушілігі бар. Осы жетіспеушіліктің кесірінен алкендер қосылу реакцияларына түседі. Егер естеріңізде болса, алкандар біздерде оң басу реакциясынан түсетін еді. Өйткені олар қаныққан көмір сутектер, оларда оңда, ну то есть типа оң жоқ, сутекпен толып тұр, ал алкенде оң бар, екі болысы оң бар. Сондықтан оларды галоген деген кезде олар бұл реакцияға катализаторсыз да түсіп кете алады. CH3, CH, мында қос байланыс сынып кетеді де бөрі, тек қана бірақ байланыс қалады. Енді екі оң босады, хлор екі оңға да тұрып алады. Бұл қосылыс бізде сонда санау 1, 2, 3, сонда 1, 2 дихлор пропан болады. Пропан. Ал, ну, қысқартып жазатын болсақ, бізде просто C3, H6, хлор 2 шығады. Бұл уже дихлор пропан болады. Енді осылай қысқартып жазудың негізі өте жақсы болып келеді біз үшін. Ну, есептеу кезінде өте жақсы болып келеді. Біздер именно қай жерде тұрғанын білмейміз, бірақ та есептеу кезінде біздерде оңайырақ болатын болады. Оны бізде практикалық бөлімде көрсететін боламын, тағы бір рет. Так, енді бір маңызды реакцияны көрсетіп шығайын. Біздерде алкендердің арасында қос байланыс бар да, сол қос байланыстың кесірінен біздерде егер алкенге бром қосатын болсақ, бром бұл мынандай екі бромнан тұратын молекула, иә. Осы молекуланың бір проблемасы бар. Егер оны былай сындыратын болсақ, типа 2 онға қойып қоятын болсақ, осылай. Бізде бромның суы, ну, то есть просто бром, оны бром суы деп атайды кейбір кезде. Бром өте, ну, түсі прям андай қызыл, қоңыр, қою түсті да, короче. Сол қою түс түссіздене бастайды. Бұл алкендердің фишкасы. Ну, то есть типа қос байланысы бар көмірсутектер бромды түссіздендіреді. Ал егер алкандарға қосатын болсақ, бұл зат көрінбейді. Ну, то есть типа бұл зат жоқ алкандарда. Так, гидрлеу, немесе дегидрлеу. Қараңыз, гидрлеу дегеніміз бұл сутекті қосу. Ал дегидрлеу бұл реакцияның өнімі ретінде сутекті шығарып алу. Мысалға, гидрлеу. С2H4, иә, этилен немесе. H2 пайдаланады менде C2H6. Бұл гидрлеу. Ал C2H4-тен мен бірден алып алып, ну, мысалға, мен одан платина, температура, но тура алкандарда егер естеріңізде болса дегидрлеудің реакциясы бар еді. Мында ол сутек бөліп шығарады, и бізде одан беттеп қанықпаған көмірсутек пайда болады. Бұл алкин, оның аты этин болады. Этин. Егер ашып жазсақ, CH2 қос байланыс, CH2 платина, так, температура, сутек бөлініп шығады, плюс CH қос байланыс, и үшінші байланыс пайда болады, мында CH деп жазылады. Осы бізде этиннің ашылып жазылуы. Текс. Келесі. Гидрогалогендеу. Гидрогалогендеу. Негізі гидрогалогендеу бұл... Так, қараңыз. Гидро деген сөз сутекті білдіреді, галоген деген сөз бұл галоген, хал. То есть, типа, галоген ретінде бізде хлор бар, бром бар, йод бар. Текс. Енді қараңыз. Гидрогалогендеу кезінде мен H, мысалға хлор алам. Бұл жерде сутекте бар, галогенде бар. Енді оны қосу кезінде былай болады. Қараңыз, мына молекулада CH2 екі жақтан да, екеуінің айырмашылығы жоқ. Сондықтан бізде сутек пен хлор любой жерге барады, рандомно. Бөрі CH3, мында CH2 хлор болады. Пайда болды бізде сонда хлор этан. Текс, енді үлкенірек молекуланы алсақ, CH3, CH, қос байланыс CH2 плюс H хлор. Пайда болады. Бұндай жағдайда біздерде қараңыз. Алкен бұл жағдайда симметриялы бірдей емес, е? Мұнда қос байланыста біздерде CH бар и CH2 бар. Екеуі бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан қараңыз, бұл кезде уже сутек пен хлор орын таңдайтын болады өзіне.
сутек бұл жағдайда қараңыз, өзіне 10 таңдаған кезде сутек ол қай жерде сутек көп, сол жерге қосылатын болады. Әрине, кейбір оқушылар біздерде цаш 3-ке қосқысы келеді сутекті. Бірақ та естеріңізде болсын, бұл қате, үлкен қате. Өйткені мында цаш 4 болады, тағы бір байланыс. Уже көбітсек, ол жерде 5 валентті болып кетеді. Ал ондай болмайды, мүмкін емес. Енді қараңыз, біздерде таңдау тек қана мына қос байланыстың аралығында. Сол жерде ғана сутек өзіне 10 таңдайтын болады. Енді 10 таңдаған кезде сонда сутек мына цаш 2-ні таңдайды. Цаш 3, цаш сақталады, цаш 3 болып кетеді. Енді хлор мына 10-ға қосылады. Пайда болды бізде сонда 2 хлор пропан. Енді қараңыз, мына сутектің 10 таңдау принципі бұл Марковниковтың принципі болып келеді. Марковниковтың айтуы бойынша сутек қай жерде көбірек болса, сол жерге баратын болады. Енді сонда сутекті гидрогалогендеу кезінде біздерде сутек қай жерде сутек көбірек, сол жерді таңдайтын болады. Егер екі сутек те бірдей симметриялы болатын болса, ол кезде таңдау да жоқ, өйткені екеуі де бірдей ғой. Несін таңдайсың ол жерде. Енді келесі гидратация. Гидратация бұл қараңыз. Гидрлеу бұл сутек қосу. Гидратация бұл су қосу. Суды кейбір кезде бізде молекула ретінде HOH деп жазамыз. Бұл зат бізге қазір керек болады. Қараңыз. Бізде мысалға CH2 қос байланыс CH2 бар. Оған мен H2 қосып отырмын. То бишь HOH. Енді мында сутек, қараңыз, H и OH. Сутек мында 10 таңдамайды. CH3, CH2, OH болады. Сонда бізде спирт деген зат пайда болады. Мынау келесі сабақтарға тизе болып келеді қазір. Спирттер біздерде болашақта өтетін органикалық қосылыстардың бір класы. Оны біздер отдельно өтетін боламыз тағы. Сол үшін, қатты паритет беру керек қазір оған. Оның аты этанол. Аты таныш шығар сізге. Так, этанол болады. Такс. Этанол. Енді кішкене қиынырақ мысал алайық. CH3, CH, такс, қос байланыс CH2 плюс HOH. Пайда болады бізде. Такс, сол баяғы. Енді сутек 10 таңдайды. Егер естеріңізде болса, сутек қай жерді таңдау керек мұнда? Марковниковтың принципі бойынша сутек мына қос байланыстың арасындағы көміртектердің арасында қай жерде сутек көп болады, соны таңдайды. Сонда бізде CH3, CH, CH3 и OH пайда болады. Так, сонымен бұл гидратациялау. Келесі енді, мына қосылыстың атауы пропанол 2. Такс, келесі. Полимерлену. Такс. Полимерлену нені білдіреді? Қараңыз, біздерде қос байланыстарда, алкендерде, мысалға CH2, қос байланыс CH2. Егер осы этеннің мыңдаған молекулаларын бір жерге жинап алып, оны қыздыратын болсақ, такс, и оның n санын алсақ, то есть примерно 1000 деп алайықшы, миллион или ба. Осы миллион этендер қыздыру кезінде бір-бірімен байланыстар құра бастайды. CH2, CH2, енді қараңыз, тағы бір басқа молекула этеннің мында тұрады және мында тұратын болады. Мен олардың бәрін жазып отырғым келмейді, типа миллион штук бер, миллион штук бер деген сияқты. Енді оны просто n саны деп аламын. Енді бұндай реакцияны біздер қараңыз, мына CH2-ні қоршап отыр басқа CH2-лер. Осылай типа этилен болып тұр. Хоровод сияқты. Естеңіздер ме? Бұндай елкада не, типа балалар бір-бірін қолын ұстасып, типа елканы айналып жүретін еді, типа жаңа жылда хоровод болып. Енді осындай хоровод біздерде этиленмен болады. Басында біздерде
кәдімгі этилен еді, немесе этен. Ал мынандай полимерлену реакциясынан өткен соң ол полиэтилен болады. Мына атау сізге таныс болуы мүмкін. Біздерде полиэтиленді пакеттер деген зат бар. Яғни бұл пакеттер полиэтиленнен жасалған. Сонымен бұл, то есть бұл пластикті жасаудың жаңа реакцияларының типі. Біздерде осындай полимерлену реакциясы арқылы сонда пластик алынады, и немесе резина алынатын болады. То есть кез келген пластикалық заттар біздерде осы заттан алынады. Этиленнен немесе бір қос байланысы бар заттардан. Туы пропеннен немесе пропиленнен полипропилен алу деген сияқты. Сонымен полимерлену реакциясына біздерге мономер керек. Мономер. Именно осындай этилен сияқты бір қосылысты аласыз. Оны полимерлену реакциясына өткізсек, бізде полимер пайда болады. Полимер. Бұл полимерлі материал. Резина, пластик деген сияқты. Сонымен, полимерлену бойынша бізде жалғыз осы реакцияны қолданады, обычно алкендерде. Бұл этиленнен полиэтилен жасау. Алу жолдары. Такс. Алкендердің алыну жолдары. Галоген алкандарды дегидрогалогендеу. Такс, дегидрогалогендеу. Қараңыз. Галоген алкан керек бізге. CH3, CH, мұнда бром болсын, мұнда CH2, мұнда CH3 деліп. Плюс калий OH. Калий OH-тың спиртті ерітіндісі. Калий OH спиртті ерітілген болды. Басқа қиналу керек емес бұл жерде. То есть сұрақ пайда болмау керек деп ойлаймын. Калий OH спиртті ерітілген, бұл ерітінді біздерде мұндағы алканға қосылған. Енді бұл жерде қандай реакция болады? Біріншіден, калий өзіне галогенді тартып алады, калий бром пайда болады. Оның OH-ы біздерде бір сутек тартып алу керек. Сутек бұл жерде мына көміртектен алынбайды, өйткені бұл көміртек уже бромын жоғалтып алды. Одан, то есть тағы сутегін алып алатын болсақ, ұят болады енді. Сондықтан осы көміртектің бір көшісінен сутекті тартып алу керек. Қай жерден сутек тартып алу оңайырақ? Қай жерде сутек азырақ, сол жерден тартып алу да оңай. Егер алдыңғы сабақта естеріңізде болса, алкандарды галогендегенде біздер осы принцип бойынша жұмыс істедік. Бұл принцип біздерде Зайцев принципі деп аталады. Біздерде сонда уже екінші тақырып. Бір жерде Марковников принципі, бір жерде Зайцев принципі. Бұл чисто случайность, совпадение негізі. Бірақ қызық. Енді қараңыз. OH сонда бір сутекті татып алу керек. Әрине бұл CH2-ден татып алады, H2O пайда болады, плюс біздерде сонда CH3 деген CH. Енді мұнда сутек татып алынды, сонда CH қана қалады, и CH3. Егер естеріңізде болса, біздерде бір затын жоғалтып алған көміртектер өзара қос байланыс түзетін болады. Бір-біріне көмектесу үшін, поддержка беру үшін. Сонда пайда болған көміртектің аты біздерде бұл 1, 2, 3, 4. Сонда қай жақтан санасаң да екінші орында тұр қос байланыс. Бұл бутен 2. Такс, келесі. Спирттерді дегидратациялау. Такс, спирттер дегеніміз, егер естеріңізде болса, бүгінгі сабақта өттік оларды. Мысалға, CH3, CH2, OH, мында CH2. Так, мында 2 емес 1 ғой. Не істеп отырмын? Такс, CH3. Енді оны дегидратациялау үшін бізге 140 градустан жоғары алатын болсам, то есть мен 180 градуста өткізейін, Цельсий, и катализатор ретінде H2 сүтеді. Негізі оны есте сақтау керек емес, просто мелочтар. Бірақ та 180 градуста, 140 градустан жоғары екенін есте сақтау керек. Бұл 150 мүмкін, 160, 170, 180 де болуы мүмкін. Енді бұл реакцияда мынандай болады. Су бөліну керек, H2OH, яғни мына жерден OH бөлінеді. И мына көміртектің көшісінен сутек алу керек. Қай сутекті аламыз?
әрине CH2-ден. Соның сутегін алып тастадық. Сонда пайда болады бізде CH3, CH, CH1 и CH3. Так, бір затын жоғалтқан көміртектер арасында қос байланыс пайда болады, е? Не істеу үшін? Біріне поддержка беру үшін. Енді тағы да басқаша дегидратациялау. Ну, дегидратация бұл сутек бөліп алу ғой, шығарып алу, е? Реакциядан кейінгі. Суды бөліп алдық. Енді басқа дегидратациялау. 140 градустан төмен. Мысалға мен мынандайды алайын. CH3, CH2, OH. Бұл этанол, е? Этанол бізде, қараңыз, 140 градустан төмен болса, бұл онда 120 градуста жүргізейік. Бұл реакцияны тура сол күкірт қышқылы. Енді қараңыз, не пайда болады? 140 градус температурада бізде этанол екеу болу керек. Ну, не обязательно 140 градуста екеу болу. Просто реакция үшін маған қазір ыңғайлы, осының екеу болу. Енді қараңыз, бір молекуладан мен OH алам, басқа молекуладан мен сутек қана алам. Сонда менде бір молекула CH3, CH2, оның оттегі сақталып қалды, е? Ал басқа бір осындай молекуланың OH кетіп қалды, е? Сонда одан CH2 қалды и CH3 қалады. Плюс су болу керек. Так. Енді мына зат тоже тизер. То есть келесі сабақтағы анонс деуге болады. Бұл зат бізде жай эфир деп аталады. Мында бізде де этил бар и этил бар, е? Бұрынғы C2H5, бүгін өткен затымыз бұл. Бүгін өткен. Бұл этил деп аталды, е? Сонда бұл екі этилдан жасалған эфир. Диэтил эфирі. Так, қазір не паримся. Қиналмаймыз, бәрі жақсы. Мына жер просто бізге есте сақтау керек. Бұл затты бізде тағы эфирлерде де өтетін боламыз. Бірақ олардың уже химиялық қасиеті болады бұл. Ал бұл алкендердің, ну, то есть басқа бір тағы бір дополнительный реакциясы. Бұл зат просто не үшін көрсетіп отырмын? Бұл жерде алкен алынбайды. Иә, алкен алынбайды. Бірақ та бұл реакцияны білуіміз керек. Өйткені бұл жерде 140 градустан төмен болатын болса, бізде эфир түзіледі. 140 градустан үлкен болса, бізде алкен түзіледі. Осының айырмашылығын есте сақтау керекпіз. Болды. Пока что бұл зат просто эфирлеу үшін анонс келесі сабақтарға. Так что қиналмаймыз. Есте сақтаймыз тек қана мына реакцияны жоғарыдағы. Так, келесі. Дегалогендеу. Сонда екі галогені бар алкандарды галогенсіз дейміз. Енді екі галогені бар. CH3, CH, мында хлор болсын, CH2, мында хлор болсын. Оған бізде цинк деген металды қосамыз. Цинк қазақша мырыш. Мырыштың валенттілігі 2-ге тең. И мырыш галогендерді жақсы көреді. Сонда ол екі галогендті татып алады өзіне. И мындағы галогендерін жоғалтып алған көміртектер өзара байланыс түзеді. Пайда болды бізде сонда пропен 1. Өйткені санау мына жақтан басталды. Енді бұл реакция оп-оңай. Сондықтан тағы да мысал керек бекен. Давайте тағы бір мысал көрсетейін. CH3, CH. Давайте мен қызық болу үшін мында CH қойын. Типа метил радикалын. Мында CH2, CH бром болсын, CH2 и бром болсын. Бұндай жағдайда цинк не істейді? Цинкқа бәрібір метилға негіз. Ол галогендерді қана жақсы көреді. Сондықтан цинк, бром 2 пайда болады. Плюс мында 10 бар ма білмеймін просто. Сонда мында жазып шығайын. CH3 сақталады. Бізде мында бромдарды ғана татып алдық. Мында CH3 сақталады. И CH2 сақталады. Екеуі бромдан жоғалтылады, сондықтан қос байланыс түзеді. Пайда болды бізде. Біріншіден, санау қос байланысқа жақынырақ болады. 1, 2, 3, 4. Так, сонда 3 метил
бүтін 1. Сонымен, осылай бізде алкендердің тақырыбы аяқталатын болады. Именно тақырып бойынша видео. Келесі сабақта бізде осы тақырып бойынша практикалық бөлім шешетін боламыз. Сол видеоларда кездескенше сау болыңыз.